Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге восточный пирогтың қазақша рецептін ұсынамын. Ол үшін бізге грек жаңғағы, жер жаңғақ, мейізбен кептірілген сары өрік қажет болады. Оны осылай ұсақтап турап аламыз. Және де қамырына қант ұнтағы, жұмыртқа және де бөлме температурасында еріп тұрған сары май қажет болады. Ұн және қоюлатылған сүт қажет болады. Ең алдымен біз сары майымызды саламыз ыдысымызға. Оны венчиктің көмегімен осылай езіп араластырып аламыз. Үстіне жұмыртқамызды және қант ұнтағымызды салып, бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Осылай бір келкі етіп араластырып аламыз. Осындай әдемі бір тегіс болып шығу керек. Осы массамызға енді електен өткізілген ұнымызды қамыр қопсытқышпенен бірге саламыз. Осылай араластырып, ұнды аздап салып отырамыз. Видеодағыдай қолға жабыспайтын осындай қамыр болып шығу қажет. Бұл қамырды тоңазытқышқа қоймасақ та болады. Енді формамызды жақсылап майлап аламыз. Қамырымызды формаға тегістеп, шетінен бортиктерін шығарып, осылай жайып шығамыз. Барлық заттың граммдарын мен описание бөліміне жазып қалдырдым. Енді жайылған қамырымыздың бетіне сухофруктыларымызды шетінен салып шығамыз. Мен жер жаңғақты қостым, ол ерекше дәм береді. Осы аралықта пешімізді 200 градуста қыздырып қоямыз. Үстіне қоюлатылған сүтімізді құйып шығамыз. Ол мүмкіндігінше қою болған дұрыс. Барлық жеріне бірдей етіп құйып, тегістеп шығамыз. Отыз минуттың ішінде пісіп шығатын болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіздер. Мінекей осылай пісіп шығады. Жұмсақ, өте ерекше. Кесіп көрсетейін. Жұмсақ, өте дәмді. Той жиындарға жасаса болады. Мінекей осындай керемет болып шықты. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Отбасыларыңызды тәттілермен қуанта беріңіздер.